9 жыл бала көтермеген, 2,5 жыл сол келіншекпен жұмыс істедім. Құдай ау, әке шешесіне де өкпе, ата енесіне, күйеуіне бәрін. Ал маған келген, соны бедеулік диагнозымен келген, 1 жылдан кейін, көп болса 1 жылдан кейін көтеріп кететін. Мына қыз көтермейді. Мен түсініп жүрмін, әлі бір себебі бар, әлі бір нүктесін тапқан жоқпыз. Клубтық кездесуімізге әкесін алып келді. Сөйтсек, әкесінің 3 қызы. Ол жоқ. Қазақ үшін бұл енді проблема. қайғы. Себебі қазақтың ұғымы бойынша ұрпақ тек қана ұл арқылы жалғасады. Генетиканың ұғымы бойынша ұрпақ ұл арқылы да, қыз арқылы да жалғасады. Соны біз қазақтарға, басқаларға түсіндіруіміз керек қой. Мысалы, орыс тілді психологтар оны түсінбейді. Неге ұл деген қазақ үшін сондай маңызды роль атқарады? Ол тек қана қазақ психолог қана оны түсінеді.